Күйеуім баяғы сол қатты ауырып жатыр. Бүгін 3 күн болды. Система салып жатыр. Сол квартираға келіп система салып алып жатыр. Сол бұрынғыдай сутка ұйқылай алмайды уже. Вообще азым арық. Бақсымда бері аунатып, бері аунатам бір кесіп, ары аунатам, ана сүйектері қызарып кетіп жатыр да, еттері. Сонымен гемоглобин де түсіп кеткен, иммунитет те түсіп кеткен. Әйтеуір өте көп тамақ жемейді, кішкентай жегеннің өзі көтере алмай жатыр иммунитетті. Білмеймін, енді уақыты келіп қалды ма, білмеймін, врач әйтеуір қолымыздан келмейді уже. Тым кеш деді да енді. Сол 8 химия алды ғой. Уже химияға жарамайды деді. Мен негізінде химияға қарсы болғанмын, химия алмай қойса. Біз ана Алматыда болдық қой. Содан Астанаға алып кеткен қайынілерім. Сіз дұрыс қарай алмайсыз өзіңіз. Өзіңізге оңай емес деп. Сол бой бермей алып кеткен. Астанада жүргенде вообще асып кетті, сүйек болып. Құры сүйек болып. Ол жақта вообще негізі ауырып жатқан адамды бір жерден екінші жерге вообще жылжытуға болмайды, шынын айтайын. Сосын не алдық? Күйеуім шақырды. Томпи Астанаға кел. Мен өліп баратырмын, мен сезіп тұрмын. Бүгін болмаса ертең ғайып болып кетемін. Мен өлгенде жетісесің. Мен хотя бы өлетін шағымда қасымда болып, кейін мен өліп жатсам басқа байға тиерсің деді. Ой, өйтіп айтпа дедім. Сонымен мен Астанаға келгенмін. Қазір біз енді Астанамыз, басқа қаладамыз. Сонымен күйеуімді өзім қарап отырмын. Енді өлгенше қасындамын ғой. Бәріміз енді бұл өмірде қонақпыз ғой енді. Енді мен негізі человек Москвеге де жазғам, көмектес деп, сообщение қылып жаздым. 2 рет, 3 рет жаздым. Енді ответ жоқ қой, человек Москве. Тағы мына Аптокада, Алматыда бір Марат деген кісі ма, Ғани деген кісі ма, соның қиналған адамдарға көмек береді деп естідім да. Сол неде Алматыда Аптока жақта бір асханада істедім ғой сол кезде. Аптокасы ма? Барс. Сол жерде бір асханада істедім ғой, сол кезде бір әйел адам айтты да. Сол Ғани деген кісі ма, Марат деген кісі ма айтыр. Мынандай кешмес сияқты, сухофрукт сияқты бірдеңке сатады. Ой, сол деген көмектеседі. Қайдан? Соның алдына бардым. Күйеуіме көмектесің деп ана оң қолдары бар ғой, ана көмекшілері. Ол кісі өзі жоқ қой, ана көмекшілер жүрді. Я көмектесем деді. Жоқ. Как раз сол ана ораза кезінде бардым ғой мен. Сол ешкім көмектескен жоқ. Әшейін бәрі өздерінің таныстарына көмектесе ма, сондай сияқты ғой. Шын действительно анандай қиналған адамға көмектеспейтін сияқты ғой. Енді қайырымдылық дейді да, бірақ білмейді, басқалар көмектесе жатады. Біз бейшара көмектеседі. Мен шын мәнінде мұқтажмын, шын мәнінде күйеуімді аяқтан тұрғызып берсін деген ғой. Қайда? Жазым, ответ жоқ. Ана кісінің алдына бардым. Аптокада сол Ғани ма, Марат деген ба, Ғани деген екеуін біраз атын. Сухофруктысы сол Аптока жақта. Соның оң қолына барам сол кісінің. Мұқтаж жандарға көмектеседі деп. Қайда? Алдап бітті оң қолдар. Кәдімгі күйеуімнің Каспиін тастап кеткен ғой. Каспиін.
Özlerinin tanışlarına köňsüz ýazyň da bloger, smaktar, başgasy sonday. Kide boýlap özleriniň tanışlaryna köňsem depşi. Çyn muhtaçga kömekleşýärler. Bilmedim.